Сәлем барлықтарыңызға, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бүгін осындай әдемі торт дайындайтын боламыз. Бізге ең әуелі қайнақ су, әсел, сұйық май, ұн, ванилин, ас содасы және де шым тұз қажет болады. Ең әуелі қайнақ суымызды ыдысымызға құйып, тұзымызды салып, және де әселімізді салып, біркелкі барлығы біріккенше жақсылап араластырып аламыз. Онан соң сұйық майымызды құйып, ұн илегіміздің көмегімен ас содасы мен ұнды біріктіру арқылы 3-4 бөлікке бөліп, жақсылап араластырып аламыз. Мен 2 корж жасадым осындай. Бірінші коржды миксермен жасадым. Миксермен жасаған коржым қатты көтерілмеді. Сондықтан сіздерге венчикпен жасап көруге кеңес беремін. Екінші венчикпен жасаған коржым жақсы көтерілді. Миксер қолданбауға кеңес берер едім. Осылай ұнды аз-аздан салу арқылы венчикпен орташа қоюлықтағы масса шығарамыз. Қатты қою емес, қатты сұйық емес. Онан кейін, ұнның барлығын біткеннен кейін біз ванилинді саламыз. Пешімізді осы аралықта қыздырып қойыңыздар. 170 градуста 30 минуттай піседі. Сіздер өз пештеріңізге қарап ориентир алыңыздар әрине. Мен 22 сантиметрлік формада пісірдім. Ішін майладым кішкене. Пергамент төссеңіздер майлап та қажет емес, оңай шығады. Міне бізде осындай корж шықты. Бұл бірінші корж жаңағы миксермен дайындаған. Суытып барып кестім. Ал мынау менде екінші корж венчикпен дайындаған. Венчикпен дайындаған коржым жақсы көтеріліп шықты. Енді осы 4 коржды кесіп суытып қойдық бөлме температурасында. Енді біз қазір сіздермен крем жасауға кірісеміз. Мен 400 грамм қайнатылған, қоюландырылған сүт, яғни вареный сгущенкамен 300 грамм бөлме температурасындағы майды істеттім. Ең әуелі майымызды көпіртіп алып, вареный сгущенкамызды ас қасықтың көмегімен 1-2 ас қасықтың салу арқылы, аз-аздан салу арқылы миксерлейтін боламыз. Менде осы крем толықтай 4 коржыма жетті. 4-ке бөліп кремді солай істетсеңіздер де болады. Сонда бәріне жетеді. Енді тортымызды жинайтын боламыз. Мен пропиткасына 100 мл сүтпен 70 грамм құмшекер істеттім. Кальций жоқ менде, сондықтан формада жинайтын боламын. Бірінші коржымды салып, пропитка жасап, кремді жағатын боламыз. Кез келген крем жарайды негізі бұл коржға. Екінші коржды салып, осылай ары қарай жалғастырып 4 коржды да бітіретін боламыз. Міне бізде осындай торт шықты. Енді өзінен қалған коржды мен блендерде езіп, шет-шетіне, бетіне жағып шығатын боламын әсемдік үшін. Жұмыртқасыз, сүтсіз, айрансыз, осындайда жұп-жұмсақ бисквит жасауға болады негізі. Медовикке ұқсайды. Тоңазытқышқа 2-3 сағатқа қойыңыздар. Кремі сіңіп әдемі болады. Міне жұп-жұмсақ, нәп-нәзік торт шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Барлықтарыңызға ас болсын.